Сәлем достар, бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі пәні бойынша жаттығуларын орындайтын боламыз. 37-ші бет, бірінші жаттығу. Transfer Maps 1. Look at the map, answer the question. Біз бұл жерде сұрақтарға жауап береміз, достар. Балалар, я? Ендеше жауап берейік. Take қайынды болады. Үште бізде an apple. Төртте бізде eagle. Бесте бізде болады шеркала. Алтта болады бізде singing sand. Жетіде болады бізде домбыра. Сегізде болады бізде eagle болады. Және де балалар, екінші сұрақта translate maps to. Read and answer read in your notebook. Бұны жазып алып, сендер жазу парақшаларыңа жазып аласыңдар дәптеріңе, иә? Балалар, біз екінші тапсырмаға келген болатынбыз. Read and answer read in your notebook. Балалар, мынаны оқып, туған күн жайлы тексті оқимыз, иә? Содан кейін барып астына түсеміз, осы сұрақтарға жауап беретін боламыз, иә? Ендеше сұраққа жауап берейік. Whose birthday was it? Нұрланның туған күні, иә? When was its birthday? Қашан туған күні болды, иә? 29 септембер. Септембер дейміз, иә? Үшіншісінде, how old was he? Қанша жасқа толды? 10 жасқа толды, иә? Where was the transfer hunk? In the park. Бесте болады. Қанша бала болды, иә? 16 children. Алтта болады бізде behind the tree. Behind the tree. Жетте болады in a box. Сегізде болады бізде birthday cake. Балалар, тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Керек болса дәптерлеріңе түртіп алыңдар, назал лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер. Күнделікті сабақ осылай шығып отыратын болады.